Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті қадірменді қазақ елі. Мен бүгін эфирге не үшін шығып жатырмын? Осы мәселеде эфир алдында түсіндіріп кететін бір әдетім бар еді. Бүгін 16 қараша 2023 жыл. Біз елдің алдында осы интернет желісінде оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз болғандықтан түрлі тақырыпта байланысқа шығып жатқан халықтың арасында азаматтар мен азаматшалар бар екендігін баршаңызда білесіздер. Бүгін әрине байланысқа шығып жатқан бір азаматшамыз өзінің басындағы үлкен бір мәселені тілге тиек етіп, менің жүрегімді бір тебірентті. Ол мәселені айтпас бұрын, қоғамда қазіргі таңда күрделенген бір мәселе бар. Осыны тілге тиек еткім келіп отыр эфир алдында. Өздеріңізге білесіздер, мынау халықтың арасында ұялы телефоны бар. Барша ел тұрғындары оны білет. Күн емес, күн ара маған да ұялы телефоны байланысқа шығып жатыр. Мына спам деген атын өшкір бір осы спам есімді бір белгісіз алаяқтар ұялы телефонға байланыс жасап жатыр. Осы халықтың арасында осы спамдарға, осы алаяқтарға алданып жатқан елдің тұрғындары да жоқ емес. Әрине біздің әрбір қазақтың тұрғыны, әрбір қазақтың қабырғасы, табаны біз үшін өте маңызды. Олардың жұтқан ауасы мен басқан қадамдары біз үшін құнды екендігі ол сөзсіз. Сондықтан мына эфирдің алдында осы құрметті елдің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза және осы алаяқтықтардың алдын алатын жауапты мекемелер, құзырлы органдар, елдің зиялылары біздің және халықтың менің үнімді тыңдайды деген үмітпен байланысқа шығып жатырмын. Осындай алаяқтықтардың біріншіден елімізге таралмауына және қазақ елінің алданбауына бір үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Осындай спамдардың алдын алып, осындай алаяқтықтардың алдын алып, оларға өзіне жараса заң аясында жауапкершіліктерін татқызып, елдің атынан жазаласаңыздар екен деген бір сөзімді айтқым келіп отыр. Әрине, кешегі Нұрсұлтан Назарбаевтың дәуіріндегі алаяқтықтар мен көз қысты бармақ басытының құзыреті қазіргі таңда құлдыраудың алдында екендігі баршамызда білеміз. Қазіргі таңның өзінде қаншама ел қызметкерлері, оның ішінде әкімдер, заң органының қызметкерлері қаншамасы өзінің жасаған іс-әрекеттеріне жауапқа тартылып, темір тордың ар жағында тоғытылып жатқандығы күнде қазір эфирден көріп жатырмыз. Ал бүгінгі мәселе соның аясында жанама түрде мәселе болмақ. Осы күнге дейін қызмет жасаған медицина саласында өзінің клиникасын ашқан бір азамат бар. Қаншама қазақтың қабырғасын қайыстырған, қазір байланысқа да шығып жатыр. Қаншама адам өтірік, жалған емделушілердің айту бойынша жалған диагноз қойып, олардың қарсын қалтаға салып, бүгінгі таңға дейін ол клиниканың қазір таңда жауапты қызметкері ақшасын әлі күнге дейін қайтармай жатқан көрінеді. Мен осы мәселеде ертең Кентау қаласына табан тірейін деп жатырмын. Қазір мен құзыретім қазір Түркістан облысы билер алқасы қоғамдық бірлестіктің төрағасымын. Осы билердің атынан мән жайды анықтауға бел буам. Мәселе бітімгершілікпен шешіліп жатса, эфир әрине әзірлемеймін. Ал бітімгершілікке келмей жатса, қазіргі таңда осындай қоғамның ішінде алаяқтық іс-әрекеттер тәркіленіп жатса, эфирге әзірлеп ел назарына ұсынатын боламыз ағайындар. Сауатты болыңыздар, әрдайым оқыңыздар, біліңіздер, ешқандай алаяқтықтардың құзырына түспеңіздер, алданбаңыздар. Көрермендер, сіздер үшін ет жүрегім әрқашанда ел жүрейді. Біз сіздермен біргеміз. Біздің видеоға да лайк басып қойыңыздар. Осы үндеуіміз ел басқарып жатқан ер азаматтардың құлағына жетсін деп эфирді тамамдаймыз. Рахмет сіздерге, көргендеріңізге. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде жолыққанша.